Тақырып лотерея туралы. Жалпы айта кетейін, ағайын, бұны мен ғана емес, бүкіл дін өкілдері айта алады. Лотерея харам. Жалпы Ахметбек Нұрсиланың көп пікіріне келіспеймін. Енді бір жеріне келісетіндер нәрселер бар. Бірақ дін мәселесінде көп жағдайда ол кісімен келісемін. Бірақ бір нәрсеге келістім өткенде. Ол кісі айтады да, қазіргі жағдайда, қазіргі таңда мына әншілер дейді. Қазір лотерея ойнап жүр олар. Әртістер, вайнерлер, актерлер, не имеет значения. Солардың барлығы дейді, бұл шегірткелер дейді да. Біз халықтар ойнай қоймайды, әсіресе біз қазақ. Халепшік болып кеткенбіз, бүкіл халық шегіртке болып кеттік біз. Бүкіл халық шегіртке болып кетті. Соған келісемін. Шынайы шегірткелерді жұлдыз сымақтар дейді, оны айтады да. Ол менің сөзім емес, ол Ахметбек ағамыздың сөзі. Мен келісемін. Бүкіл халықты лотерея ойнатып, алдап жүрді. Оның ішінде бағанағы жігіттер тобындағы кім еді, Абдырайымов, атында ұмытып қалдым. Одан кейін өзінің кітабын «Ақ пен қара» деген бір кітабы бар екен, соны сатып жүрген. Ол еще сол жерде айтады екен де, имамдар шариғатта рұқсат берген оны деп, шариғат жағынан өзінің әңгімесін айтады да, рұқсат деп. Алла сақтасын, лотерея қандай түрмен болса да ол рұқсат емес. Тіпті казиноның ішінде намазхана салып қойсаңыздар да, арақ ішуге тыйым салып қойсаңыздар да, ол харам, ол болды, ол харам үкім болғаннан кейін оны ойнай алмайсыз. Сол сияқты лотерея бұл лохотрон. Лохотронды ойнауға болмайды. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Ол харам деді. Жалпы құмар ойындарының барлығы харам деді. Еще лотерея ойнатады. Оның ішінде Бүркіт пен Айша солар ойнатады, әншілер. Оның ішінде вайнерлер бар. Оның ішінде Айнұр Тұрсынбаева, Алла сақтасын, сол кісіге тіпті таңғаламын. Намаз, солар міне қазір мен айтып жүрген жаңа аттарын атап кеттім ғой, көбісі намаз оқиды. Қазақ елі, айналайындар, жандарым, бір қазақ жалғызым менің. Менің өтініп сұрайтыным, лотерея ойнамаңыздар. Бұл лохотрон, таза лохотрон. Бірақ қаншама адамдар ұтысқа ұтамыз деп салады сол жерде. Қаншама адам сол ұтыстан жеңіледі. Бір адам жеңіп үйті, ол не факт, ол адам, ол соның адамдар да болуы мүмкін. Оны білмейсіздер ғой, прозрачность деген қиын ол жерде. Одан кейін соны 5 миллионға машина алады да, ол адам кетеді, ал қалған 50 миллион қалталарына түседі. Неге соны ойламайсыздар? Мен ана арсыз әнші сымақ бағанағы шерткелерге айтарым, ағайын, бауырлар, халықты алдамаңыздар. Бұл сіздердің халықтарыңыз, бұл қазақтарды алдап жатсыздар. Билік дейді, билікті жамандайды, өздеріңіз жамансыздар. Өздеріңіз алдап жатырсыздар. Еще налог төлемейсіздер ол мәселеде. Бағана Мұрат Жәлелге не жоқ деймін да? Мұрат емес, кім еді? Жәлелұлына, анау бір абай танушы. Ұмыт қалдым атында, субханалла. Атта керек емес өксін. Сол беткі ұстар бір адам деп айтады да соны, абай танушы деп. Ол лотерея ойнатып жүр. Ақсақал, сақалда жоқ өксін, ақсақал деп айта алмайым да. Ағатай, неге ойнатасыз? Ол харам дінді, дін туралы бір нәрсе айтасыз. Абай туралы бір нәрсе айтасыз. Онда сіз абай танушы емессіз, абай танымайсыз сіз. Егерде сіз лотерея ойнатқан болсаңыз. Бұл ұят, бұл арсыздық, муфтият. Мен неге қымбат деймін? Шын мәнінде қымбатты мен үшін дін өкілдері. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Кім сіздердің араларыңызда? Мен сол кісілерден сұрап жатырмын ғой, мысалы, жаңағы шегірткелерден рұқсат берді дейді да, имамдар. Кім ол имамдар деймін да? Кім ол дүмші имамдар лотереяға рұқсат бергендер? Кім ол ғалым сымақтар деймін да? Неге сіздер сонымен айналыспайсыздар? Жұма намазында неге осы лотерея харам, халық ойнамаңыздар деп неге айтпайсыздар? Әлде бір нәрседен қорққан, несінен қорқасыздар деймін да? Қазір жаңадан муфти келіп отыр ғой. Аға, өтінем, осыған байланысты өзіңіздің бір пікіріңізді айтыңызшы. Орамал туралы айтпай қойыңыз. Оны ешкім айтып атқан да жоқ. Намаз туралы айтпай қойыңыз. Бірақ мына лотереяны тоқтатыңыздаршы, Құдай үшін. Бүкіл халықты алдап бітті мына кісілер. Харам жолмен ақша таппаңыздар, сол тапқан ақшамен мына көмейіңнен өтеді ғой, бала-шағамен соны тамақтандырасыздар ғой. Неге соны ойламайды? Мен соны таң қалам да. Сонда біз ұяттан жұрдай болдық па? Сөзім жоқ бар ғой, мен таң қалам, субханалла. Қазақ не болып баратыр? Действительно, құрып кететін сияқтымын да, кейде ойлаймын да, қазақ, бешара қазақ, әйтеуір не көрмеді да, енді сол қазақты алдап жатқанынан мен қатты жүрегім ауырады. Күнде осыны дұғада тілейміз. Білмеймін енді. Алла сақтасын. Қазақ елі, ояныңыздар, ояныңыздар. Ақырет бар. Харамнан аулақ болыңыздар. Ана шегірткелерге айтатын, тастаңыздар. Тастамасаңыздар, осындай видеоларды көп шығара берем.